Сәлеметсіздер ме, құрметті түрік тілін үйренушілер және түрік тілін үйретушілер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы Казахстанда түркçenin yabancı olarak öğretiminde karşılaşılan bazı sorunlar. Яғни Қазақстанда түркçenin шетел тілі ретінде оқытылуында, үйретілуінде кездесетін кейбір мәселелер. Дәл осы тақырыпта мен еліміздегі университеттердің бірінде өткен конференцияда баяндама жасаған болатынмын. Енді сол жерде айтқандарымды осы видеода өздеріңізбен бөліскім келіп отыр. Менің бұл жерде тоқталатын айтатын нәрсем бұл біздің еліміздегі жоғарғы оқу орындарында оқытылатын түрік тілі пәндерінде кездесетін қандай мәселелер бар, сол жайлы айтпақпын. Білесіздер, Қазақстанда екі шетел тілі деген мамандық бар. Бұлар екі шетел тілі, мұның біріншісі ағылшын тілі болып келеді, екіншісі неміс тілі, түрік тілі, француз тілі, қытай тілі деген сияқты екінші бір тіл қосылады. Бізде осындай білім беру бағдарламасы, осындай бір мамандық бар. Екі шетел тілі, екі шетел тілі, ағылшын, түрік деген мамандық бар университеттерімізде. Міне осы мамандықта түрік тілінің оқытылуы бойынша қандай мәселелер бар, шешілуі керек. Бұл видеода сол жайлы айтатын боламыз. Жалпы шетел тіл ретінде түрік тілінің оқытылуы, немесе шетелдіктерге түрік тілінің оқытылуы, түрік тілінің шет тілі ретінде оқытылуы, бұл әртүрлі айтыла береді Түркияда. Бұл өз алдына жеке бір сала болып қалыптасып, қазіргі таңда дамып келе жатқан бағыттардың бірі. Себебі Түркияға барып білім алатын, ол жаққа барып саяхаттайтын, емделетін шетелдіктердің саны жыл өткен сайын артып келеді. Сондықтан өзге ұлт өкілдерінің түрік тіліне деген қызығушылығы, түрік тілін үйренуге деген қажеттілігі артып келе жатқандықтан қазіргі таңда дәл осы сала дамып келе жатыр және сұранысқа ие деп айтуымызға болады. Себебі жыл сайын мыңдаған шетелдік студент Түркияға барып, сол елге университетке түсіп, сол елде білім алады және олардың барлығы міндетті түрде түрік тілін үйренеді. Міне сондықтан қазір Түркияда түрік тілін шет тіл ретінде оқыту немесе шетелдіктерге түрік тілін оқыту саласы жолға қойылған деп айтуымызға болады. Түркияның өзінде де ол жердегі мамандар бұл салада әлі де дамытуды қажет ететін тұстарының бар екендігін, қазіргі таңда магистратурасы мен докторантурасы болса да, бұл мамандықтың, бұл саланың бакалавр деңгейінде түрік тілін шет тіл ретінде оқыту немесе шетелдіктерге түрік тілін оқыту деген мамандықтың жоқ екендігін айтып келеді. Бәлкім алдағы уақытта арнайы сондай бір мамандық болатын шығар. Яғни мұны түрік тілі мұғалімдерінен бөліп, шетелдіктерге түрік тілін оқытатын мұғалім деген бөлек бір статус берілетін шығар. Ал енді біздің елімізде Қазақстанда түрік тілінің шет тіл ретінде оқытылуында қандай мәселелер кездеседі, соған тоқталайық. Бұл жерде жалпы Қазақстанда түрікше үйренушілер қандай мақсатта үйреніп келе жатыр? Бұл Қазақстан мен қазақтар мен түріктердің қарым-қатынастарының дамуы, еліміздегі түрік мәдениетіне деген қызығушылықтың артуы, сондай-ақ түркі әлемінің арасындағы интеграция, ынтымақтастықтың күннен күнге дамуы бұл түрік тіліне деген сұранысты арттырып отыр. Сонымен қатар университеттерімізде де біздің жаңа айтып өткеніміздей түрік тілі пәндері бар, арнайы мамандықтар бар түрік тілімен қатысты. Жалпы Қазақстанда көптеген түрік тілі курстары бар. Енді ол курстарға байланысты мәселелерді біз бұдан алдыңғы видеоларда айтып өткен болатынбыз. Айтып өттік, олардың қандай болу керек екендігін айттық. Міне сол видеоларды көрулеріңізге болады. Ал бұл видеоның тақырыбы тікелей жоғарғы оқу орындарындағы түрік тілі пәніне байланысты. Ал енді осы түрікшені оқытуда, үйретуде кездесетін мәселелерді мен үшке бөліп қарастырдым. Бұның біріншісі bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan sorunlar. Яғни оқытушылардың білімі мен біліктілігіндегі кемшіліктерге байланысты туындап отырған мәселелер. Екіншісі müfredat yanlışlığından kaynaklanan sorunlar. Бұл дегеніміз білім беру бағдарламасындағы қателіктер мен кемшіліктерге байланысты туындайтын мәселелер. Үшіншісі өлшеу değerlendirme, өлшеу және бағалаудағы кемшіліктер мен қателіктерден соларға байланысты туындайтын мәселелер деп айтуымызға болады. Ал енді осыны ашып түсіндіріп өтсек,
Біріншісі білгі ve бежери eksikliğinden kaynaklanan sorunlar. Иә, біздің университеттерімізде түрік тілі мамандары, мұғалімдері, жалпы қазақстандық оқытушылар, мұғалімдер бар. Олардың ішінде өте жақсы, білікті, білімді мамандар да бар. Және олардың арасында түрік тілін шет тіл ретінде оқыту немесе шетелдіктерге түрік тілін оқыту саласынан ұзақ түрікшенің басқа бір бағытында маманданған кісілер де қазіргі таңда оқу орындарында түрік тілін үйретіп жүргенін көруімізге болады. Бұл дегеніміз не? Жалпы бұдан алдыңғы видеоларда да айтып өткеніміздей, түрік тілі өз ішінде бірнеше бағытқа бөлінеді. Тек қана түрік тілі мұғалімі деп қоя салу жеткіліксіз. Себебі бұл түрік тілінің ішінде ескі түрік әдебиеті, жаңа түрік әдебиеті, халық әдебиеті, қазіргі түрік тілдері және әдебиеттері, мысалы Түркиядағы түріктің балаларына түрік тілі әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдік бөлімі, міне бұлардың барлығы бір-бірінен айырмашылығы бар салалар. Түрік тілі әдебиеті кафедрасының ішінде болғанымен бұлар осындай салаларға бөлінеді. Ал енді солардың бірі бізге қажеттісі, қазіргі таңдағы маңыздысы бұл түрік тілін шет тіл ретінде оқыту, немесе шетелдіктерге түрік тілін оқыту деген бағыт, сала. Оның магистратурасы мен докторантурасы бар. Жалпы бізде университеттерде түрік тілін А1-ден бастап С1-ге дейін немесе С2-ге дейін деңгеймен оқытатын оқытушылар, мұғалімдер, бұл кісілер осы түрік тілін шет тіл ретінде оқыту немесе шетелдіктерге түрік тілін оқыту деген саланың сол бағыттың магистратурасын немесе докторантурасын тамамдаған, немесе сол түрік тілін шет тіл ретінде оқыту бойынша арнайы курстарды тамамдаған оқытушылар болуы қажет. Дұрысы сол. Бірақ біздегі мамандардың көбісі түрік тілі әдебиетін жалпы не болмаса соның ішінде жаңа түрік әдебиеті, ескі түрік әдебиеті деген сияқты түрік тілінің белгілі бір кезеңі бойынша ғана маманданған адамдар. Ал ол кезеңдермен қазіргі таңдағы түрік тілін шет тіл ретінде оқыту, бұл екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Мысалы, ескі түрік әдебиеті деген мамандықты бітірген маман, ол тек қана көне дәуірдегі Орхун Енисей жазба ескерткіштерінің тілі және тағы басқа деген сияқты орта ғасырдағы түрік халықтарының әдеби шығармалары, түркі жазушыларының, түркі авторларының еңбектері, соларды зерттеген адам келеді де, ол қазіргі таңда бізде түрік тілінен жалпы А1, А2, Б1, Б2 деген сияқты деңгейлерден сабақ береді. Бұл екеуі екі түрлі нәрсе. Түрік тілін немесе қандай да бір тілді білу мен оны шетелдікке шет тіл ретінде оқыту екеуі екі түрлі нәрсе. Яғни тіл білген адамның барлығы ол тілді үйрете алмайды. Біз ең бірінші осыны түсінуіміз керек. Себебі тіл үйретудің өзінің арнайы техникасы, арнайы методикасы, жалпы оқытушының, үйретушінің білу керек өте көп нәрсе бар. Соның ішінде түрік тілін шет тіл ретінде оқыту немесе шетелдіктерге түрік тілін оқыту бойынша да мамандардың, мұғалімдердің, оқытушылардың білуі керек нәрселер өте көп. Яғни бір адамның түрікше білуі, С1 деңгейінде түрікше білуі, түрікше сөйлей алуы, жаза алуы, ол түрік тілін үйрете алады дегенді білдірмейді. Біздегі қазіргі ең маңызды мәселе осы. Мысалы, бір университетте 100 түрік тілі мұғалімі болуы мүмкін. Сол 100 мұғалімнің 50-і А1 деңгейінде, А2 деңгейінде, жалпы деңгей бойынша, жалпы мақсатта түрік тілінен сабақ беруі мүмкін. Бірақ сол 50 адамның ішінде тек бір адам ғана түрік тілін шет тіл ретінде оқыту бойынша маманданған, сол саланың магистратурасын, докторантурасын бітірген адам. Ал қалғандары болатын болса, жаңа айтып өткендей, жаңа түрік әдебиеті, көне түрік әдебиеті, халық әдебиеті, одан бөлек жаңағы түркі тілдері және әдебиеттері, қазіргі түркі тілдері және әдебиеттері деген салаларды бітіріп, сол салада, сол бағытта маманданған адамдар болып табылады. Және олар түрік тілін шет тіл ретінде оқытудың, олардың көпшілігі қыр-сырын біле бермейді. Тек қана қолдарындағы кітапты алып, оқулықты алып, сол жердегі бар мәтінді оқытып, сол жердегі жазу керек тапсырманы жаздырып, оқу керек нәрсені оқытып қана отырады. Бұл дегеніміз тіл үйрету болып саналмайды. Сондықтан осындай bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan sorunlarımız çok diyebiliriz.
Бұл бірінші мәселе. Ал енді екінші мәселе мүфредат yanlışlığı. Яғни мүфредат yanlışlığı дегеніміз біздің университеттердегі білім беру бағдарламасындағы кейбір қателіктер, кемшіліктер. Жаңа айтып өткеніміздей, біздің оқытушыларымыздың басым көпшілігі 90-95% түрік тілін шет тілі ретінде оқыту немесе шетелдіктерге түрік тілін оқыту деген мамандықты оқымаған, ол мамандықты бітірмеген. Жалпы түрік тілін шет тілі ретінде оқыту дегеніміз не? Оны толыққанды білмейді. Сол себепті де біздің университеттеріміздегі екі шет тілі, ағылшын, түрік тілдері мамандығындағы білім беру бағдарламаларымыздың көбісінде қателіктер, кемшіліктер бар. Бұл жердегі қателіктер өте көп. Ең бірінші кезекте, мысалы біз университеттерімізде Қазақстанда деңгейді оқытқан кезде, бір деңгейді 45 сағат, 50 сағат деген сияқты өте аз сағатта оқытып шығамыз. Енді оны қаншалықты оқытып шығамыз? Мысалы, бір деңгейді 50 сағатта меңгеру деген мүмкін емес. Түркиядағы стандарт, жалпы әлемдегі стандарт, бұл бір деңгей 180 сағат оқытылу керек кемінде. Ал бізде А1 деңгейде, С1 деңгейде барлығы 45 сағат қана. Бұл 45 сағат деген жеткіліксіз. Енді осыны бұл саладағы түрік тілін шет тілі ретінде оқытатын нағыз мамандардың барлығы мұның жеткіліксіз екенін жақсы біледі. Бірақ біздің жаңағы басқа бағыттардан келген мамандар 45 сағат болса, бұл 45 сағат дейді, солай жүре береді. Сол себепті бізде білім беру бағдарламалары өзгермейді. Екіншіден, сол жерде оқытылатын пәндер. Білім беру бағдарламасындағы пәндер де мамандыққа сәйкес келе бермейді. Бізде мысалы 3 жыл, 4 жыл бойы тек қана әр семестрде бір деңгейден оқытып отырамыз да, мысалы 3 жылда 6 деңгейді оқытып шығамыз. 4-ші жылы студенттер көп университеттерде бізде бір-ақ семестр оқиды. Ол бір семестрде де тағы бір сабақ өтеміз, болды. Сөйтеміз де екі шет тілі мамандығындағы студенттерді екінші шет тілдерінің деңгейі А1, А2 деңгейімен бітіртіп жібереміз. Қазіргі түлектердің мен айталам, ол Қазақстандағы көп университеттерде солай, себебі мен көптеген университеттердің 4-ші курс студенттерімен сөйлестім, сұрадым, анықтадым. Ол жерде студенттердің 90%-ның деңгейі, мен айталам, яғни С1, С2 деңгейіне жетпейді. Олар білім беру бағдарламасы бойынша университетте 6 деңгейді оқығандарымен бітірген кезде А1, А2, Б1 деңгейлерімен бітіреді. Ал шын мәнінде деңгейі С1, С2-ге жететін студенттердің саны өте аз. Бұл жерде тағы да біздің, мен ойлаймын, жоғары оқу орындарында шешіп алу керек мәселелердің бірі бұл сол мамандыққа түсетін студенттерге, білімгерлерге foundation, яғни дайындық курсы оқытылу керек пе деген мәселені біз талқылауымыз керек. Себебі біз бұл жерде, яғни біздің мақсатымыз тіл үйрету емес, тіл үйрететін мамандарды дайындау. Яғни ағылшын тілі мен түрік тілінің мұғалімін дайындау, бұл білім беру бағдарламасының мақсаты. Алайда біз бұл жерде келген студенттерге өздеріне тек қана тіл үйретеміз. С1 деңгейіне дейін әйтеуір түрікшені үйретіп жіберсек болды дейміз да. Біздің мақсатымыз сол болады, соны оқытып жібереміз. Енді оған ары қарай сол тілді қалай үйрету керек, қай дағдыны қалай үйрету керек, не істеу керек дегенді үйретуге бізде семестр жетпейді, уақыт жетпейді. Сондықтан біз білім беру бағдарламасын қайта қарауымыз керек. Қажет болатын болса, сол екі шет тілі мамандығына түсетін студенттерге бір жыл міндетті foundation, жаңағы тіл курсын оқытуымыз керек. Олар бір жылдың ішінде, Түркияда оқытып жатыр, бір жылдың ішінде кез келген ұлттың өкілі С1 деңгейінде түркше үйреніп шығады. Дәл солай біз екі шет тіліндегі студенттерге бір жылдың ішінде ағылшынымен және екінші шет тілін С1 деңгейінде үйретіп, одан кейін бұларды бірінші курсқа жіберетін болсақ, онда олар 4 жылдың ішінде сол тілді үйрететін, оқытатын маман болып шығар еді. Қазіргі таңда біздің екі шет тілі мамандығынан оқып бітіріп шығып жатқан студенттеріміздің 90-95% ол тілді үйрету былай тұрсын, өздері үйренбестен бітіріп диплом алып кетіп жатыр. Келесі бір мәселе бұл жердегі бұл өлшеме değerlendirme, яғни өлшеу және бағалаудағы кемшіліктер. Менің көргенім, байқағаным, жалпы өлшеу және бағалау біздің университеттерімізде
дұрыс жұмыс жасамайды. Мен 5-6 университеттің 4-ші курстағы студенттерімен сөйлесіп көрдім. Бұл университеттердің барлығы еліміздегі танымал белгілі университеттер. Ал енді сол 4-ші курс студенттерінің ешқайсысының деңгейі Сібір деңгейінде емес. Араларында бірең-сараң бар, бірақ басым көпшілігі жаңағы айтқандай 90%-ға жуығы Сібір деңгейінде деп айтуға келмейді. Бірақ бұлардың барлығы сол 4-ші курсқа дейін, яғни 7-ші семестрге дейін құламай барлық сабақтарынан өтіп, қағаз жүзінде А1-ден бастап Сібір С2-ге дейін барлық емтихандардан, барлық сабақтардан құламай курстан курсқа өтіп, 4-ші курсқа жеткен студенттер. Бірақ бұлардың деңгейі А1, А2. Енді менде мынандай сұрақ туындайды. Бұлардың деңгейі қазіргі таңда А1, А2. Енді бұлар Сібірдің С2-нің сабағынан, емтиханынан қалай өтті? Бұлардың деңгейі жетпей, сол пәндерден өтіп курстан курсқа, семестрден семестрға көшуі деген сөз, бұл біздегі өлшеу және бағалаудың дұрыс жасамайтындығының дәлелі. Біз салыстырмалы түрде аламыз, әйтеуір сабаққа келді, қатысты, үйренсе де, үйренбесе де, білсе де, білмесе де не істейміз? Курстан курсқа көшіріп отыра береміз студентті. Бұл дұрыс емес. Яғни ағылшын тілі болсын, түрік тілі болсын, қай тіл болса да, егер студент сол деңгейде, тиісті деңгейде білмесе, оны курстан курсқа көшірмеу керек. Сол деңгейде білуі қажет. Кейбір студенттер жақсы сөйлейді, бірақ жаза алмайды. Кейбіреудің оқу түсінуі жақсы, бірақ тыңдалымда нашар. Міне біз сол 4 дағдының барлығын бірдей үйретуіміз керек. Мен мысалы өзімнің сабақтарымда студенттердің барлығына осы 4 дағдыны бір орындықтың, бір столдың 4 аяғы деп елестетіңіздер. Сіздер мысалы бір аудиторияға кіргенде, бір жерге барғанда отыратын болсаңыздар, 3 аяғы бар, немесе 2 аяғы бүтін, 2 аяғы қысқа, сынық столға, орындыққа отырмайсыз ғой. Дәл сол сияқты ертеңгі күні 4 дағдысы бірдей дамымаған, 4 дағдысы да бірдей деңгейде жоғары емес адамды ешкім жұмысқа алмайды деп ойлаймын. Алмауы керек. Мен жақсы сөйлеймін, бірақ жаза алмаймын. Жақсы оқимын, бірақ тыңдағанымды түсіне алмаймын деген нәрсе болмауы керек. Мысалы, халықаралық емтихандарға кірген кезіңізде сіз осы 4 дағды бойынша сұрақтарға жауап бересіз және 4 дағды бойынша бөлек-бөлек балл аласыз. Егер сол 3 дағдыңыздан сіз мысалға 25 балдан 25 балл алып тұрып, 4-ші дағдыңыздан сіз 10 балл алып қалсаңыз, жалпы балыңыз 85 болып тұрса да, сіз 4-ші дағдыдан кемінде 15 жинамағандықтан сізге сертификат берілмейді. Бұл дегеніміз не? Бұл дағдылардың 4-еуі де маңызды деген сөз. Біз бұған қарамаймыз. Біз өлшеу және бағалауда осы 4 дағдыны бірдей меңгерді ме, игерді ме, оған қарамаймыз. Әйтеуір өтірік бағаларды қойып, балдарды беріп, курстан курсқа көшіріп, одан кейін қолдарына дипломын ұстатып, ал енді барыңдар, мұғалім бола беріңдер деп бұларды жібереміз. Ал енді бұлар бітіргеннен кейін, диплом алғаннан кейін қайда барып жұмыс істейді? Еліміздегі мектептерге барып ағылшын тіліне мұғалім болады. Егер бұлар өздері Сібір деңгейінде білмесе, өздері сол тілді балаға қалай оқыту, қалай үйрету керектігін үйренбесе, ертең біздің балаларымызды қалай оқытады, оларға қалай үйретеді? Және екі шет тілі мамандығындағы екінші шет тіліне, шетел тіліне қатысты тағы бір мәселе, бұл сол екінші шетел тілінен сабақ беретін оқытушылардың көзқарасы. Мысалы, менің байқағаным, көп оқытушылар, бұлар бітіргеннен кейін түрік тілін қолданбайды. Бұлардың мамандықтары педагогикалық бағыт, педагогикалық мамандық, ертең мұғалім болады. Бұлар бітіреді де барып ағылшын тіліне мұғалім болады, ешқайсысы бар түрік тіліне мұғалім болмайды ғой дейді де, осы көзқараспен оларға сұраған бағасын қойып беріп, курстан курсқа, семестрден семестрға өткізіп отыра береді. Бұл ең үлкен қателік. Ол түрік тілінен сабақ бермесе де, біздің елімізде түрік тілінен сабақ беретін мектеп болмаса да, сол мамандықта оқығандықтан ол студенттер түрік тілін немесе екінші шетел тілі, бұл неміс тілі болсын, француз тілі болсын, қытай тілі болсын, Сібір деңгейінде үйреніп шығуы қажет. Менің жалпы осы уақытқа дейін айтып жүрген ұсыныстарымның бірі, бұл осы екі шет тілі мамандығында, орыс тілі мамандығында, аударма ісі деген сияқты
мамандықтарда оқитын студенттерге университетке түскен кезде мынандай шарт талап қоюымыз керек. Сіздер 4-ші курсты бітіргенге дейін, дипломды қорғағанға дейін осы тілдерді С1 деңгейінде білет деген арнайы сертификат алып, сол сертификатты бізге өткізулеріңіз қажет. Оны өткізбеген жағдайда диплом ала алмайсыздар, сол сертификатты өткізгенге дейін деп біз студенттерге 1-ші курсқа түскен кезде айтатын болсақ, не болмаса 1 жыл оларға тіл курсын, фаундейшнды оқытатын болсақ, онда олар 4 жылдың ішінде сол тілді екі шет тілінде оқитындар немесе басқа шетел тілдерінде оқитын студенттер 4 жылдың ішінде С1 деңгейінде үйреніп шығар еді. Міне осы мәселелерді біз қарауымыз керек, талқылауымыз керек. Жалпы университеттердегі мамандар, оқытушылар, профессорлар, ғалымдар осы нәрселерді ойлану керек деп ойлаймын. Жалпы мен қолымнан келгенше енді айтып, бұл нәрсені жеткізуге тырысудамын. Бірақ көп адам өзгерісті қаламайды, өздері өзгергісі келмейді. Осы уақытқа дейін сабақ беріп келе жатқан кітабын өзгерткісі келмейді, силабусын өзгерткісі келмейді, қосымша оқығысы, ізденгісі келмейді. Сондықтан бұндай жаңашылдыққа, бұндай өзгеріске мамандардың көбісі, оқытушылардың көбісі қарсы шығады. Бәлкім менің бұл пікіріме қосыларсыздар, бәлкім қосылмассыздар. Мен өз ойымды осы жерде бөліскім келді. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталады. Beni sabırla dinledikleriniz için teşekkür ederim. Rahmet.